Елімізде алғаш рет үкіметтік емес 59 ұйымға сыйақы берілді. Олар республикалық және өңірлік әлеуметтік мәселелерді шешуге үлес қосқан үздік ұжымдар. Сыйақы көлемі 4,5 миллион теңге. Игі шараға дін істері және азаматтық қоғам министрлігі мұрындық болды. Жалпы мемлекеттен қолдау алуға 216 үкіметтік емес ұйым өтініш білдірген. Алайда түрлі саланың сарапшыларынан құрылған арнайы комиссия 15 аталым бойынша үздіктерді іріктеді. Өтінімдердің дені халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау, жастар мен балалардың тың бастамаларын көтермелеу, азаматтар мен ұйымдардың құқықтары және ұлттық бірлікті нығайту бағытын таңдаған. Айта кетейік, бүгінде елімізде 19.680 үкіметтік емес ұйым тіркелген. Көбі Астана, Алматы, Оңтүстік Қазақстан облысы және Қарағанды мен Қызылордада белсенді әрекет жасап жүр. Оларда 29.000 азамат тұрақты еңбек етеді. Соңғы 2 жылда үкіметтік емес ұйымдар 23 миллиард теңгені құрайтын 4.000-нан астам әлеуметтік жобаны жүзеге асырыпты. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев азаматтық қоғам, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар демократияның ажырамас бөлігі деп айтып өткен болатын. Мемлекетіміздің өсіп өркендеуі, қоғамдық сананың жаңғыруы, азаматтар белсенділігінің арттыруы арқылы жүзеге асырары анық. Осы ретте әлеуметтік дамуға елеулі үлес қосқан отандастарды ынталандыру үшін бүгін тұңғыш рет үкіметтік емес ұйымдарға сыйақы тапсырылмақ. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы осынау игі шарамен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Үздіктердің арасында болғаныма өте қуаныштымын. Себебі мен осы мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істегеніме 12 жылдан асып кетті. Үйде оқитын. Соны мектепке дені сау балалармен оқыту үшін көп жұмыс атқардым. Районның мұғалімдерімен отырып, жаңа модель механизмін мен жасап, соған үлкен семинар тренинг өткізіп, 2 күндік жаңағы. Ақыры солардың бәрін ауданымыздың 86 мектебіне таратып бердік.